Ağabeyimizin dersi konusunda muhabbetimiz var. Және қала берсе тілшілер бірлестігі бастығы Айжан апа, Бекболат аға, Аниза апаға, Илья апа осы қазақ қауымының үлкен игі ұстаздарының бірі, олардың кетіп мына кейінгі ұрпақтарға өз аталарын айтып негіздерін естіп шақырамын. Құрмет, қошемет берсін ұстаз қауымына. Радио қаламыз мына ұлыстар оқуларда табыс ұстаздарымыздың жұмыстарында үлкен қатысады деп мына бүгінгі кешемізді ашып деп жариялаймыз. Бастаған болсақ, осы бәхар айы. Бүгін де бір үлкен қуанышты жағдай, себебі мектебіміздің қазақ тілі пәні мұғалімдері, оқушылармен біргелікте, осы төлеген айберген шайырымыздың міне өмірбаянына арналған кеше шіркеулестірген екен. Осы үшін сыңсылыңдырған сезімдек Айша бейбіт ромаған аналардың көзіндей Баян сұлу қышы бекемілікке көзіндей намысыңды ерлік қорғасайын көзіндей Әлсігіңмен дәмейям жауылдың бетін қайтарам Ләззатыңмен сәби арсатуға хақың жоқ Аналарды кешегі аңсатуға хақың жоқ Қабырғасын қауымның қаусауға хақың жоқ Қазақ қызы жаныма сен ақ жаның жоқ Әдебиетте айманмен шорған қыздан жүрек Күнайым қаза дина батылым шеккен жүрек Мақпал апамдай сақында да көктің Қазақ қызы сендерге келіп тәттісі керек Сен жаратқан адаммен көк жолының қарсылығын қағып тастап барамын Сенді қуат болар бәлкім басын дейді көк маған Әркез сені туғанымды есіме алсам тоқтаман Қай кеудені жолдарды лапылдаған отпенен Өз кеудесін жолтуға құдіреті жетпеген Анар саған керек болса балаңа да сен керек Сен мендегі махаббат көрсең тұрардың кіршік түспей Қалмас еді бір рет ышып түспей Көлдерге айналар ең көктен де мөлдірге Енді Есенбай Қожықовтың ұрпағында Төлеген Айбергеновтың жансыз дүние өлеңі Тұрып қалса отырған ел тілектеспен ойна кірдіміз бұған Сағына келді қайтпаққа сені бір көріп Жаныңа жібер жасатпа жарық өргіріп Ақтарып Жеңгейлердің толтырам гүлге тегін менің жарым бұлтына кірпік ілмей ақ көңілмен қуаныш бүртігіндей омырауынан бір сәуір шайқа кесіп Арманым саған аудан самал соқса жағалаудан жүректе тербетілген ажайығым ақеркем аңсаған бірге
жарты кылды бөлүп жедим, сырластым. Дүниеге келгеним жок шет жүрүп, рахатын ойлоо үчүн бир бастым. Гүлүстанга айналдырган такырды, болот болду, алгыр милар акылды. Сүйемин мен сендерди, алар деп калганынча акыры. Менин үчүн бирдей телең жылысың. Мейрамын мұңында оларды сезбей қойдым. Бірақ білесің бе, енді саған сөз берем, балаларымызды асқақ қамқорлықпен қарап, оларға сенің атыңды мәңгі есінде қалдыратын боламын. Сөз берем. Кытты келдік сияққа талдық. Адамның жаңғар ұлыған сен сағынышыңмен есепте. Тіпті сен тұлпар болсам да қосыла алмайсың қатарға. Әуелі әбден сағынып алмай, шығушы болма сапарға. Әлемнің жүзін сендеткен, жаңбыр күй сенің бетіңде, даланың төсін гүлдеткен, алғыр ой сенің бетіңде. Өзіңді көріп кеудеме, дүрсілі қондау жүз аттың, осынау сұлу өл.
15 жасқа толып отырған кешесін мектебіміздің оқушылары